Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ашытқысыз және де тез әрі дәмді дайын болатын бауырсақтың рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін ең бірінші ыдысқа күнбағыс майын, аздап айран және де сгущенка. Сгущенканы қантпен алмастырсаңыздар да болады. Одан соң 1 штук жұмыртқа саламыз және де жұмыртқаны венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осылай араластыра отырып, ыстықтай сүтімізді құямыз. Сүтті міндетті түрде араластыра отырып құятын себебіміз жұмыртқамыз пісіп қалмауы қажет. Және де ас содасын саламыз. Ас содасы қасықтың ұшымен ғана салсаңыздар болады. Одан кейін тұз саламыз. Неге десеңіздер, ас содасы бауырсақ піскен кезде бауырсақтың түсін қап-қара қылып жіберуі мүмкін. Сол үшін аз ғана салу қажет. Одан кейін қажетті ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай жұп-жұмсақ қылып илеп болғаннан кейін бетіне осындай пакетті немесе пленканы жауып, оның үстіне осындай сүгінмен жауып, жып-жылы қылып жылы жерге 20-25 минут қойып қоямыз. Бұл қадымғы ашыған қамыр секілді қатты үлкен болып көтерілмейді, бірақ өзінің демін алып, міндетті түрде 20-25 минуттай тұруы қажет. Міне қамырымызды демалдырып алдық. Үстінен аздап қана ұн сеуіп, бауырсақ жасайтын боламыз. Яғни мен бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай оқтау қолданбаймын. Қамыр соншалықты жұмсақ әрі нәзік болғандықтан, осылай қолмен жайсаңыздар да әдемі болады. Осындай кез келген бокалды немесе басқа да бір затты алып, домалақ етіп кесіп алып, домалақ бауырсақ жасасаңыздар да болады, немесе кәдімгі пышақтың көмегімен 4 бұрышты бауырсақ етіп кессеңіздер де болады. Енді табадағы қызып тұрған майымызға жайлап салып, астын орташа отта пісіріп алатын боламыз, екі шетін аударып. Бауырсағымыздың бір беті пісті, енді келесі бетіне ауыстырамыз. Дайын болған бауырсақтарымызды осылай әдемі етіп тарелкаға салып аламыз. Осындай тез әрі өте дәмді дайындалатын бауырсақты міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама лайк басып, осы видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.